барша осы батыстың тойында неге бір қазақтың домбырасын күмбірлетпеске деп сіздерге бір арнайы күй шашып арнағым келіп отыр, қадірменді ағайын. Досым аттың басын жөріп шауып атқанда өзім арқам қосып кетті. Өзім бірге Ой, бәрекелді. Рахмет. Мейдамда қазір тұрып, келін бала тұрып айтса, мен де ойнаймын негізі домбырада десе, мен вообще жоқ боламын негізі. А? Ойнайсың ба не? Шынымен ба? Қыз жолдас, мен қосыламын дейсіз ғой, әлде? Ойнайсыз ба? Сіз ойнайсыз ба не? Рахмет. Сендер төртеуің маған пранк жасап атқан жоқсыңдар ма? Анау TikTok, Instagram'da мынандай дүниелер жүр екен. Домбыра харам дейді. Домбыраны харам деп естідім. Мен сол кісілерге айтарым бар. Себебі домбырада қазақтың үні бар. Домбырада қазақтың мұны бар. Домбырада қазақтың сыры бар. Домбырада қазақтың өзі бар. Ақыл нұрына қаратқан домбыра, сезім сәулесін таратқан домбыра, хандардан қалған домбыра, билерден қалған шешен домбыра, суға салса батпайтын домбыра, Құрманғазыдан қалған домбыра, Дина шешеміз шалған домбыра, Тәптімбеттен қалған шерткен домбыра, сал серілер шерткен домбыра, жас жігіт боп қызға сөз айтқан домбыра, көп сөзді азайтқан домбыра, абай домбыра, жаңғыл домбыра.